Университетте мен Мәсіхке құтқарушы әрі тәңірім ретінде сенім артқан кезде мен шындыққа қарсы шықпадым, керісінше мен шындықтың жетегін ілестім. Көптеген жылдар бойына Лондон университетінің шығыс құқығы кафедрасының төрағасы доктор Джеймс Норман Андерсон озық заңды зерттеу факультетінің деканы да болды. Ол мәсіхшілік сенімін зерттегенде мынадай қорытынды шығарды: мәсіхшілік сенімінің тарихи негізіне дәлелдеме қабірдің бос екендігі жайлы факты және өлімнен қайта тірілу туралы шәкірттердің берген куәлігі сенім үшін жеткілікті негіз болып табылады. Бізде түпкілікті қамтылған білімі жоқ, бірақ бізде Мәсіхке құтқарушы әрі тәңір ие ретінде сенім артып, сенімнің ақылға сиятын қадамын басуға жеткілікті білім бар. Көптеген адамдар үшін некеге қадам басу айдың жарығында қараңғылыққа секіру болып саналады. Бірақ мәсіхшілікке қадам басқанда мұндай әдістің ешқашан орын алмауы тиіс. Мен үшін бұл қараңғылыққа секіру болған жоқ. Керісінше шындық пен дәлелдердің мені нұрға қарай қадам жасауға жетелеуі болды. Мәсіхшілік сенім соқыр сенім емес. Мәсіхшінің сенімі парасатты сенім болуы тиіс. Мәсіхке деген сенім Мәсіхтің кім болғандығы, қайта тірілу және киелі жазбалар туралы шындыққа негізделген. Мәсіх ешкімді соқыр сенімге шақырмаған. Шын мәнінде мүлдем керісінше еді. Ол Құдай иеңді шын жүректен, бүкіл жан дүниеңмен және бүкіл жан тәніңмен сүй дегенді үйретті. Ал киелі жазбалар ұстанған үмітті түсіндіруді сұраған кез келген адамға жауап беруге әрдайым даяр болыңдар деп айтады. Доктор Джордж Элдан Летт былай деген: сенім дәлелдер мен парасатты пайымға қарсы шығып, ақылға қонымсыз нанғыштық пен қараңғылыққа секіру дегенді білдірмейді. Керісінше дейді ол, бұл тарихи фактілерге негізделген, куәгерлердің дәлелдеріне сәйкес келетін шындыққа сенуді білдіреді. Басқаша айтқанда, Мәсіхке деген сенім жеткілікті дәлелдерге негізделген, бірақ түпкілікті қамтылған дәлел емес. Өйткені өзіңіз де білесіз, Мәсіх киелі кітапта жазылмаған басқа да көптеген нәрселер істеді. Исаның құтқарушы Мәсіх Құдайдың рухани ұл екендігін көрсететін көптеген нәрселер жазылмаған. Ақыр соңында маған мәсіхшілік сенімнің соқыр сенім емес, керісінше парасатты сенім деген қорытынды жасауыма тура келді. Мәсіхке құтқарушы әрі тәңір ие ретінде сенім артатын шындыққа негізделген қадам.